Google'ға egov деп терейік. Электрондық үкімет порталы. Жаңа терезе ашылғаннан кейін біздер төмендегі сервистер деген бөлімнен электрондық цифрлық қолтаңбаны қашықтан алу бөлімін таңдаймыз. Одан әрі қарай онлайн сұрауға өтеміз. Жаңа терезе ашылды және бірінші қадам бұл жерде GSN-ді енгізу. Енгіздік және сұраныс жібереміз. Енді қазір телефонымызға бір реттік пароль келуі тиіс. Тердік және бір реттік парольді тексеру. Бізде мына бір бағдарлама орнатылған, веб-камера орнатылған, енді ешқандай шектеу жоқ. Әрі қарай ETSK алуға көшу. Енді мүлде жаңа бет ашылады. Біз мобильный телефон деген жерге өз ұялы телефонымыздың нөмірін енгіземіз және жіберуді басамыз. Тағы да қазір хабарлама келуі керек. Келді. 169-894. 169. Енді видео идентификациядан өту. Видео идентификациядан сәтті өттік. Әрі қарай жаңа пин-код жазамыз. Енді ұлттық куәландыру орталығы ақпаратымызды сұрайды деп жазылған. Ақпарат қазір енгізу үшін біз жеке куәлігімізді көрсетуіміз керек негізі. Кеше енгізген кезде жеке куәлікке отказ келген. Бұл жердегі мәселе сурет сапасының нашарлығымен байланысты болды ғой деп ойлаймын. Мен соны қазір обновить етіп көрейік. Негізі суретті жүктеуге де болады және жаңадан суретке түсіруге де болады веб-камера арқылы. Біз үшін қазір жүктеген тиімдірек. Бұл бет жағы енді артқы түсін. Артқы түсін енгіздік. Жібер. Ұқсастық табылмады деп тұр. Енді қолмен енгізіп шығуымызға тура келеді. 03. Енді жеке кабинетте электрондық порталдың жауабын күтетін болғанбыз. Әзірге модераторлар қарап жатыр. Талапқа сай деп таныған. Енді әрі қарай жалғастыру батырмасы басамыз. Ұлттық куәландыру орталығы разрешить. Енді бағанағы өзіміз енгізген пин-кодты жазуымыз керек. Неке ұлттық куәландыру орталығына келдік. Енді әрі қарай электрондық
почтамызды енгізуді сұрайды. Енгізейік. Және кілттерді сақтау орны. Бұл жерде мына бір үстіне басамыз. Қазір папка ашуымыз керек, осыны басу арқылы. Так, мына жерге бізге пайдаланушылық келісімді оқыдым және шарттарымен келісемін деп енгізу басамыз. Әрі қарай мінекей қайтадан енгізе салайық бағанағы почтамызды. Және кілттерді сақтау орны дербес компьютер және әрі қарай мінекей тағы да кілттерді сақтау орнының жолы деген түс бар. Мінекей сол жерде арнайы папка ашып өзіміз сақтасақ болады. Электрондық цифрлы кілтімізді. Ол үшін ECK деп жазып қоя салайық. Түсінікті болу үшін соны ішіне жібереміз. Өтінім беру. Сұраныстар құрылу процесі жүруде, бұл шамалы уақыт алады дейді. Мінекей аз ғана қалды электрондық цифрлы қолтаңбаны алуға. Digital ID сұранысының мәртебесін тексеру. Сіздің сұранысыңыз қабылданып және өңделіп жатыр. Жаңарту батырмасын басыңыз дейді. Жаңарту батырмасын басайық. Енді әрі қарай тіркеу куәліктері өтінім бойынша шығарылды. Кілттерді сақтау орын деректерінің барлығы дұрыс. Енді біз жаңа пароль енгізу керекпіз. Жаңа пароль. Парольді қайталап жазамыз. Бәрі сәтті болған сияқты. Енді сертификаттарды жүктеу. Мінекей сертификаттар сәтті орнатылды дейді және ECK кілттері қолдануға дайын. Көрсетілген парольді есте сақтаңыз, яғни бір жерге жазып қойғаныңыз өте дұрыс болады. Пароль өткені қалпына келтірілмейді. Енді әрі қарай тексеріп көрейік. egov.kz порталы мінекей біздің алдымызда тұр. Кіру, ECK, сертификаттарды таңдау. Мінекей ECK деген папкамыз тұр. Документы деген бөлімнің ішінде кіреміз және біріншісін таңдаймыз. Және әлгінде өзіміз ойлап жазған парольді енгіземіз. Открыть және подписать. Мінекей біздің ECK кілтіміз дұрыс таңдалды және сәтті кірді электрондық үкімет порталына. Сіздер де осылай сәтті орындап өз электрондық цифрлық кілттеріңізді алыңыздар.